жайын орын алыңыздар. Жанды құрметпен қарсы аламыз. Келіңіздер. Міне, бүгін қызығы мен қиыншылығы мол, әр оқу жылы қайталанбас тарихқа толы мектептің мерекесі. Оқушылардың сыныптан сыныпқа көшіп, асқа өткен жазғы демалысқа шағарып салатын соңғы қоңырау салтанаты. Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасын имене аттаған ұл қыздарымыз ойы толып, бойы өсіп, алтын ұя мектебінен қоштасқалы отыр. Бұл күн мектеп тарихында, мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпесі анық. Өзің менен өлшеусіз нарқым менің, асқартау, арқа тұтар алтын белім. Ұядан ұрпағыңды ұшырмаққа, қош келдің, айналайын халқым менің. Өлшеулі арнамызбен нарқымыздың, қорғаны адамдықпен салтымыздың, армысыздар аяулы ұстаздарым, сендерсіңдер халқымыздың. Өмір берер ертеңгі бағаларын, ұядан ұшпақ бүгін балаларың, халқыма ұрпақ берген, өмір берген, қош келдің, әкелер мен аналарым. Жас жүректің өмірлі құштары гүл, бағбан ұстаз баулыған құстары бұл. Қоштасып бүгінгі күн ясынан, сол тордың бір тобы ұшқалы тұр. Деп алтын ұя мектебінің табалдырығынан үлкен өмірге ұшқалы отырған мектеп бітіруші түлектерді құрметпен ортаға шақырамыз. Қанекей, қарсы алайық. Бәрде баласындай бір ананың, өз елі қазағымның ұғаданың, қызый балы ұлғер шықсын гәне, 9-шы А класы Айгүл апайдың. Kaç adam aldı? Қазаққа тән мінезі мен қылығы, Әскербек ағайдың сом алтындай ұл қызы, алдарыңда 9-шы А сыныбы. Жастықтың есті самағын, ел құрбын бейге көңілді бейле, жастықтың жалын кешінде, осылықтәлі боғысып жүрек, достардың жүрісін есінде. Алдарында сантарау жолдары
tur, bär ertengi azamat bolgалы tur. Ülken ömür estigen aşbaq mine, kelgen kavim kol soğup kolda bükül. Қарсыбай Тпатаев атындағы негізгі орта мектебінің 2010-2011 оқу жылындағы соңғы оқу салтанатын ашық деп жариялаймыз. Мектеп қой еліміздің қаны жаны. Мектептен басталады бәрі. Бүгінгі мектеппен қоштасу салтанатында шырқалсын Қазақстан әнұраны. Ту көтеру рәсіміне ие болған Сәдібек Айбек және де Рахмет Тұтас. Kengес Odağı'nın batırı Қашқай Тпатаев атамыздың ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсіміне оқу озаттары Низамиден Жанерген және де Тұрғанбай Бексұлтан орындайды. МТС төрағасы Бек мырза. Ажырамай мектептен бір елісіз, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз. Сөз берелік құрметпен өзіңізге, шәкірттерге арналсын тілегіңіз дей отырып, мектебіміздің директоры Сағынбек Ғалымжан ағайға сөз береміз. Құрметті Тпатаев елді мекен тұрғындары, ата-аналар, оқушылар, және де мына бүгінгі келіп отқан қуанышқа ортақтасып, 30 жылдық түлектер, және 20 жыл түлектер мен 10 жыл түлектер келген адамдар құтты болсын, сіздерге көп рахмет айтқым келіп отыр. Мына құрметті оқушылар, сіздердің алдарыңызда отқан ағаларымыз осы жерден 30 жыл бұрын бітіріп кеткен ағаларыңыз, папаларыңыз келулерің отыр. Сендер де, ол кісілер де тура сендер сияқты ондай мектеп табалдырығын 25 қоңырау күні осындай қанаттары қағып ұшқан болатын. Міне ұрпақтар сабақтастық дегендей, бүгін сіздерден соны құда қалса ұшқалы отырсыздар. Сіздерге тілерім, ақ жол әрқашанда жақсы жақтан көріне беріңдер мектептің. Биылғы бітіріп жатқан балдар, Тпатаев мектебінің тарихындағы ең көп бітіріп жатқан балдар. Бұлар 50-ден аса еді, биыл 46 бітірейін деп жатыр. Сондықтан сендерге көп үміт артамыз сендерден. Болашақ осы елдің несі үмітін ақтайтын сендер деп сенеміз. Ал енді келген түлектер сіздерге көп рахмет. Құда қаласа мына біздің өзіміздің арнайы мерекелік немізді жалғасын тауып жатыр. Сізге қадамдар құтты болсын деп отырып, бүгінгі салтанат жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Ән мектебім орындайтын 9-шы А сынып оқушысы Сүндет Жұлдыз. Сіне тағай не бересің ба?
құрметті қонақтар, мектеп бітіруші түлектер, 20 жыл бұрын, 10 жыл бұрын, 30 жыл бұрын бітіріп кеткен түлектер, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Құрметті түлектер, сіздерге ақ жол тілеймін. Енді бүгіннен бастап сіздер үлкен өмірдің жолына шықтыңыздар ғой, ақ жол. Таңдаған мамандықтың иесі болыңыздар. 11 сыныпты жалғастырам деушілер жалғастыра берсін. Мына бүгінгі бүлдіршіндеріміздің де жүректері лүпілдеп тұрған шығар. Бүгін бірінші рет өмірлерінде соңғы қоңырау соғылғалы тұр. Мынау оқушыларымызда жазғы демалысқа шығып, қуанып, марқайып жатқан шақтары. Мынау мерекелеріңіз құтты болсын. Қазір мен аудандық білім бөлімінің бастығы Мырзалиев Абдығаппар ағайымыздың мақтау грамоталары бар еді, соны табыс етуге рұқсат етіңіздер. Аудандық оқушылар арасында өткен пәндік олимпиадада тарих пәнінен жүлделі 2-ші орын иеленгені үшін Қарсыбай Сыпатаев атындағы негізгі орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Төребек Самал марапатталады. Орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Сапарбек Зүбайра осы алғыс хатпен марапатталады. Оқушының жетекшісі аудандық жарқын болашақ қазақ тілі олимпиадасында жас ғалымдар конкурсы бойынша үздік жетістігімен танылған Қарсыбай Сыпатаев негізгі орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Мизамидин Назирге осы мадақтама грамотасымен марапатталады. Құтты болсын. Аудандық бастауыш сыныптар арасында өткен пәндік олимпиадада математика пәнінен жүлделі 2-ші орын иеленгені үшін осы мектептің 3-ші сынып оқушысы Бауыржан Саланов марапатталады. Педагогикалық қызмет саласында саналы білім, сапалы тәрбие беруде жемісті еңбек еткені үшін осы мектептің бастаушы мұғалімі Іңкәрбек Майра осы алғыс хатпен марапатталады. Таланттың апайы. Еңбегіңіз жемісті болсын. Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы Ордабасы аудандық филиалының саяси кеңесі бірлігімен ынтымағы жарасқан тәуелсіз Қазақстанның 20 жылдығы мен 25 мамыр соңғы қоңырау күніне орай жаңа 10 жылдықтар бастауында оқушыларға саналы білім беруде мемлекет дамуының биік мақсаттары мен партияның саясатын сапалы жаңа деңгейге жүзеге асыруда белсенділік танытқаны үшін ұстаз Мұсабеков Әскербек Көпбергенұлы марапаттайды. Нұр Отан партиясының аудандық филиалының төрағасының бірінші орынбасары Зәки Бостан ағамыздың грамотасы. Осы мәртінде Алмат Қырықбайұлы марапатталады. Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Асқар Мырзахметов ағамыздың алғыс хаты. Құрметті Ғалымжан Изабиддинұлы, сізге Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлау науқанында белсенділік танытып, заң аясында жүктелген міндеттерді өз деңгейінде атқарғаныңыз үшін алғыс білдіремін. Азаматтық ұстанымыңыз жоғары, халық алдындағы беделіңіз биік болсын. Қызметіңізде табыс бола беруіне тілектеспін, дейді Асқар Мырзахметов ағам. Аудандық мұғалімдер арасында пәндік олимпиадада жүлделі 2-ші орын иеленгені үшін Қарсыбай Сыпатаев атындағы негізгі орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Қуанбай Ханшайым осы алғыс хатпен марапатталады. Құрметті ұстаздар, етіп жатқан еңбектеріңіз жемісті болсын.
Бүгінгі алғыс-бақтарыңыз құтты болсын. Енді биік шыңдардан көріне беріңіздер. Рахмет сіздерге. Келесі сөз кезегін ауыл биі Зия Аманжол атамызға. Құрметті оқушылар, ұстаздар, апайлар, ағайлар. Бүгінгі күні мына 25 мамыр соңғы қоңырау мерекелеріңіз құтты болсын. Мынау биылғы бітіруші түлектерге тілейтініміз айналайын жолдарың ашық болсын, аңсаған армандарыңа жетіп, тілектерің орындала берсін. Мынау 30 жылдық, 20 жылдық, 10 жылдық түлектер бүгінгі күні мынау шанияларыңызды ескеріп, келіп құрметтеп отырғандарыңызға үлкен рахмет. Семьяларыңызда бақыт, табыс тілейміз. Дентеріңіз сау болсын. Мынау демалысқа шығып отқан, каникулға шығып отқан оқушылар, бүлдіршіндердің демалысы жақсы өтіп, өмірлері ұзақ болсын, жаманшылық көрмесін, барлық уақытта ойын күлкі болсын. Ағайлар мен апайларға үлкен рахмет айтамыз. Келесі сөз кезегін ауыл молдасы Камыл Азизоллаға. Бисмиллахиррахманиррахим. Құрметті жамағат, бүгінгі соңғы қоңырауларыңыз құтты бола берсін. Осы жерге келіп отырған жас түлектер, үлкен ата-аналар, бүгінгі мейрамдарыңыз құтты болсын әрдайым. Мынау ұшып отырған түлектер биылғы бітіріп жатқан. Жолдарыңыз ашық болсын әрдайым, даңғыл болсын жолдарыңыз. Жақсы оқу орындарға түсіп, үлгілі оқушы, студент бола беріңіздер. Мына еліміздегі Спатай орта мектебіне жаман ат келтірмеңіздер. Құтты бола берсін жиындарыңыз. 2010-2011 оқу жылының аяқталуы туралы мектеп басшысының бұйрығын таныстыру үшін оқу ісінің меңгерушісі Бердіш Нұрболат ағайға сөз беремін. Құрметті сіздерде отырған ата-аналар, құрметті сіздерде отырған меймандар, құрметті сіздерде отырған 30 жылдық түлектері, құрметті сіздерде отырған 20 жылдық түлектері, құрметті сіздерде отырған 10 жылдық түлектері. Оны 2009 биылғы 2011 оқу жылында бітіруші түлектер. Сендерге алдағы уақытта мықты денсаулық, жанұяда бақыт, мынау бітіріп кеткен оқушылар. Ал енді ұмытпай мектептерінде осы мектептен білім алдық, осы мектептен яғни өстік, яғни барлық жақсылықты осы мектептен көріп келіп, мектептен болып, шынарына көріп атсыңдар, сендерге рахмет. Ал енді биылғы оқу жылының 35-ші бұйрығы бойынша, мектептің 35-ші бұйрығы бойынша биылғы бітіруші түлектер, яғни бітіруші түлектер. Бізде 42 оқушы, алдарыңызда тұр. Осы 42 оқушы. Оның кейін жалпы класстан классқа өтетін оқушы бар. Барлығын есептегенде 224 оқушы биылғы оқу жылында бір класстан классқа өтеді. Ал енді сол осы класстарда сыныптан бітіретін оқушылардың жалпы 111 оқушы, 224 оқушы, 111 үздікпен бітіріп отыр. Себебі бұл жаңа қазір өздеріңіз куә болып отырсыздар, алты ауданнан алып жатыр, облыстан алып жатыр. Енді сол оқушыларды яғни марапаттап жіберсек шамалған уақытпен. Мынау биылғы оқу жылында бірінші сыныпта алғаш рет бастап отқан бізде жас апайымыз, жас баламыз әрі Рүстемова Шаризаттың класы бірінші сынып, яғни мына оқушылардан марапаттар, яғни жақсы оқығаны үшін, үлгілік тәртіп үшін. Темірәлі Сұлтан бар ма? Темірәлі Сұлтан, кел айнай. Ертерге дегенде, себебі не көп, ма? Маған сұқты. Так. Тұр, дөнім бар. Дөнім Баяжан. Дөнім Баяжан. Нұртас, ары
Internetten Nurdabek Aydana. Ayдар. Nurdabek Aydar. Bek Alaysulu. Keliverdi bu. Ertega keldim. Екінші А сыныптары сынып жетекшісі Байырғы ұстаз Құттықұл апай менен бар болсын Құлжарак деген апайлардың басы. Так, Шешенбай Ләззат бар ма? Келсін жерінде, белдерінде келді Шешенбай Ләззат. Так, Өскенбай Бақытжан. Бағдарлы. Ернұр. Ерлан Ерстан. Так, Салжан Нұрдәулет. Нұрдәулет Айдана. Раушан Құралай. Қойшыбай Ақжан. Рахмет Ақнұр. Үшінші класс. Майрапай, Әмкәрбекова Майрапай. Так, Темран Олзада. Өтеміз Құлгыл Бақыт. Бауыржан Талан. Сүйенбек Аяжан. Азамат Турия. Азамат Турия бар ма? Кел бұл. Так, 4-ші сынып. Сынып жетекшісі Имаш Емжегүл. Бақыл Сұлтан. Әбілдебек Гүл Файруз. Рахмет Шұғыла. Так, бізді 5-ші сыныбымызда екеу. Так, біреуінде сынып жетекшісі Тайтелева Гүлмира, біреуінде Қорғанбек Рысты. Так, Мырзахмет Аяулым. Темірәлі Қынай. Мизамин Дархан. Жалқас Найсара. Кел, бабу, кел деген. Так, 7-ші сынып, 6-ші сынып. Ақтербек Данагүл. Бар ма? Бектұрған Береке. Өтеген Жұлдыз. Так. 7-ші сынып. Нұрлан Марал. Мырзахмет Балдада. Досмахамбет Құралай. Бақытжан Досбол. Өзген Ұлғыра. Асқар Жанат. Ғалымжан Бектас. Так, 8-ші сыныптан Аманбай Аслан. Сынып жетекшісі Нағызбек ағайдан, Қалбет Нағызбек. Ортай Балзия. Так, 9-ші сыныптар 2 класстен жаңа 42 баланың 6-ауы үздікке бітірейін деп отыр құдақласына бел. Сол, яғни қызыл куәлік дейміз ғой, соға бітірейін деп отыр. Басы. Так, 9-ші Әден Нұрдәбек Шырын. Есімхан Ағерке. Көлбай Ағмарал. Төлебек Самал. Бауыржан Сержан. Что это бойы? Низамин Жанерке. Әптербек Майгүл. Мизамидин Назерке.
Құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар, мынау 9 сыныпта яғни бітіріп, осы мектепте жалпы қоғамдық жұмысқа тағы да жақсы оқығандығы үшін мектептің директоры алғыс хатын жариялады. Олар Тұрғанбай Бексұлтан алғыс хатын марапатталды. Жақсы білімі мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене қатысқаны үшін алғыс жариялады. Тағайбек Еркебұлан. Тағайбек Еркебұлан, бар ма? Иген Құралай. Бегалын Нұргүл. Жандырда Азамат. Сүндет Жұлдыз. Айдар Жамбыл. Өтеген Жанболат. Igen Жансейіт. Қоғамдық жұмысы ерекше қатысқан үшін. Құрметті ата-аналар, бұның бәрі мектептің ішінде болған іс-шараларға алып жатқан өздерінің алғыстары. Енді аудан көлемінде, облыс көлемінде біраз жарыстар өткен, соған қатысқан оқушыларды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Бұл грамотаның бәрі аудан әкімінің былайша айтқанда жоғары жақтан келген грамоталар. Аймақтық жұлдызды сәт байқауында үздік өнер көрсеткен үшін бас жүлдемен Нұралы Арай марапатталды. Аудандық мәдениет және тілдер дамыту бөлімі бастығы Сәдірбек. Осы мәселе аймақтық жұлдызды сәт байқауында үздік өнер көрсеткен үшін Сүндет Жұлдыз марапатталады. Бұлар өнерлі жастар. Енді отаны бірдің, тілегі бір, жүрегі бір атты патриоттық әндерге қатысқан аудандық жарысқа аудан әкімі Шоқан Кенжеевтің грамотасымен Өрген Ұлыбала марапатталады. Қошеметтеп қойыңыздар, бұлар еңбек өте зор. Және де осы жарысқа қатысқан отаны бірдің, тілегі бір атты патриоттық әнмен аудан әкімі Шоқан Кенжеевтің грамотасымен алғыс хатымен яғни Қорғанбай Айбек марапатталады. Жаңа көп үйде той бүгін. Айбек қайда? Осындай ауда болған тағы да барар байқаулардың ішінде қыз еркем кестесімен көркем атты қолөнер көрмесіне қатысқан үшін Иген Құралай Шоқан Кенжеев аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталады. Және де осы қолөнер көрмесіне қатысқан Бектұрған Назерке аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталады. Және осы жасқа қатысқан Досай Бақыт марапатталады аудан әкімінің алғыс хатымен. Бұлардың бәрі қолөнерден орын алған оқушыларымыз. Және де осы жарысқа тағы да қатысқан бізде бір 4-5 өңірде бәрі орын алып көрді. Авторбек Майгүл марапатталады. Енді осы оқушылардың барлығымызды жетістікке жеткізген бұл еңбек бәлім мұғалімі Алдаберген Қарлығаш Шоқан Кенжеев аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталады. Енді аудандық Шоқан Кенжеевтің аудан әкімінің елдің ерлігі ерімен танылар атты шығармашылық жұмыстар байқауында аудан бойынша 2-ші орын алған 9 сынып оқушы Мизамиден Назерке марапатталады. Және де оның арнайы әкімнің сыйлығы DVD бар арасында.
Енді көркем сөз оқу шеберлігінің оралхан Бөкей атындағы 13-ші аудандық байқауға белсене қатысқан үшін Иген Жансейіт марапатталады. Және де кімнің бұл Садырбектікі болса, бұл өзіміздің аймақ әкім Иманқұлының несімен алғыс хатымен марапатталады. Енді ең жоғарғысы облыстық байқауға қатысқан үшін Иген Жансейіт марапатталады. Балқия Көмекбаеваның грамотасымен. Және де бұның арнайы домбырасы бар, және DVD бар. Облыстан Сарыағашқа барып қатысты деген орын алып келген үшін. Мына өзіміздің көрші Қызылсу елді мекенде Қуандағай бәріңізді білесіздер, дүниеден өтіп кетті. Соның бала шағасының жыл сайын өтетін байқау болатын, қазақ тілі пәнінен өтіп тұратын аудандық. Соған қатысқан, екінші бас жүлдені орын алған Низамиден Назирге марапатталады. Бұның Қуандық ағамыздың арналған кітабы бар, және әсел пеші бар. Енді жаңа ата-аналарға өзіміздің осы жерде белсене қатысып жүретін ата-аналар марапаттауға рұқсат етіңіздер. Бұлар яғни мектептің және сыныптық қоғамдық жұмыстарында белсене араласқан үшін ата-анасына өз атынан алғыс жариялағым келіп отыр. Бұл Темірбек Байболат. Рахмет, сондай балдар тәуелі басқандарыңызға. Иген Аманқұл ағамыз. Және де Паттаева Жұбаш ханымыз. Тәртіппен ерекше өзінің жаңа ол көзге көрінген жақсы тәрбие берген ата-аналар ретінде. Күніге 1 грамда, 1 апта. Енді жаңа Иген Жансейіттің жетекшісі Қошан Малика, аудандық мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің бастығы Садырбектің грамотасымен марапатталады. Оралхан Бөкейлім байқауына қатысып жетістікке жеткізген үшін. Және де ол аймақтық әкім Нұридин Иманқұлдың грамотасымен Қошан Малика тағы да марапатталады. Енді мектептегі өзіміздің болашақ ұрпаққа білім беру және тәрбиесінде белсенділік танытып, оны жетілдірудегі шығармашылық ізденістермен атқарған жемісті еңбегі үшін қазақ тілі пәнінің мұғалімі Бекжанқызы, бастаушының мұғалімі Бекжанқызы Құттықтау марапатталады. Құттықтау апай. Және осы мәтінде Гүлмира Тайтелиева марапатталады. Бұл жаңағы Низамиден Назиргенің жетекшісі. Гүлмира қайда? Бұл апайдың еңбегі өте зор. Және де осында мәтіндес мектепте бірақ жарыстар өтіп жататын, жан-жақты үлгілі, былайша айтқанда өзі сынып жетекшісі тағы басқа жарыстар болады, аймақтық аудан соған қатысып, жақсы жағынан көрінген бар осында гүлдерат марапатталады. Бастаушының мұғалімі. Болашақ ұрпаққа салауатты өмір салтын қалыптастыруда, гигиеналық санитарлық талаптарды сақтауда атқарған еңбегі үшін мектептің нетбегесі Тұрсынбек Әмина марапатталады. Қайықта біздің апай? Біздің доктор Айбали. Ал, рахмет тыңдағаныңызға ары қарай жалғастыра беріңіз. Би Келіншек би орындайтын Шұғла Битұлы.
жаздай жылы жаны бар, жақсылықтың шырағы боп жарылар. Қадірлі ұстаз гүлмен бірге жолдаған шәкіртіңнің жүрек сөзін қабылау. Ұстаздардың бар айтқанын, ұлақ ашын ұғындар, алдағы өмір жолдарында сүрінбей өтіп шығыңдар. Өтсе де бізден ағаттық, байтазылық қып, тағат қып, балалық болса кешірген. Байыппен бауырап өсілген үлгілі әркез ұстазды үлгі тұтамыз, анадай көріп сыйлаймыз. Мектепке алғаш келгенде, мейірлі жанды көргенде, шарықтап биік қиялым, шаттанып шексіз сиялдым. Анандай ұстаз мектебім, алғысым айтар көп менің. Қиындықтар мойын басын сендерді, батылдықпен асыңдар стам белдерді. Біліңмен қуансаңдар мектепті, жақсы іспен қуантыңдар енделді. Ұшырады мектебің өз қолыңнан, көріне бер қылымның саңқырынан. Қайра мынау қазақтың ұлы ғой деп, көріне бер тұғырдан биік шыңнан. Кездескенде қалатұғын шұрқырай, балалықтың оралмадау бір күнай, барлығымыз бір мектеп, бір сыныпта, тағы осылай отырар мек шіркінай. Ұшырса да бұл өмірдің сан қырын, ұстаз ғалым толастаспас мәңгісін, тұншымайтын асыл жандар аяулы, тыңдаңыздар шәкірттердің алғысын. Абзал жандар биік тұлға байсалды, құшақ жайы төл мерекен қарсалды, қуанышты жарқын тілек білдіріп, құттықтайды барлық сынып баршаңды. Маңдайыңнан сипап өтер көктемнің, сәт сапар деп қол бұлғаймыз бәріміз, тілейміз біз армандарға жеткенін. Екі мың 11 жылғы мектеп түлектерінің аяулы мектебімізге арналған естелік сыйлығымызды Әстербек Майгүл мен Төребек Самал тапсырады. Сыйлығымызды қабылдаңыздар. Бұл шәкірттердің жүрек жалды алғысы. Негізгі орта мектепті 1981 жылдар бітірген 30 жылдық кездесу қонақтарын ортаға қошеметпен Оқушыларды да алады. Кешке вечер болады. Оған бөлек. Онда аз-аздан главный осыларды аласың. Болды. Ал енді бүгін мынау үлкен той болып жатыр. 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық. Ең бірінші осында отырған үлкен апаларымызға, аналарымызға, ұстаздарымызға үлкен рахметімді айтқым келеді. Әруақытта отбасыларыңызға амандық, бірінші байлық, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Мына бүгінгі кішкентай бүлдіршіндерімізге, жас түлектерге тілейтініміз, әрбір басқан қадамдары, әрбір көрген күндері болашақ биіктің шыңдарынан көріне берсін дегіміз келеді. Алдарыңыздан айтылсын, арттарыңыздан күн тусын. Алладан не тілесеңіздер тілектеріңіз қабыл болсын. Ертеректе айтқан үлкен ата-бабаларымыздың айтқан игі тілегін сіздерге тілегім келеді. Я Құдайым оңдасын, әруақтар қолдасын, бақ қаратып қыдырдарды, бақ дәулетті орнатсын. Ешқашанда жаманшылық көрмей, жас түлектеріміз тек болашақта биіктің шыңдарынан көріне беріңіздер. Тек жақсылық, Алланың нұры жаусын. Қымбатты мектеп бітіруші жас түлектер, мына өмірге басқан қадамдарыңыз құтты болсын.
Жолдарыңыз ақ болсын. Осы кішкентай ауылдан үлкен азамат болып, елге танылатын, бүгін қазақ еліне біздің осы ауылымыздың атын шығаратын үлкен азамат болыңыздар. Сіздерге осы 30 жылдықта кездесіп отырған жастастардың атынан сәт сапар ақ жол тілейміз. Біріншіден. Екіншіден, құрметті осы жерде отырған ата-аналар, оқушылар. Біз осыдан 30 жыл бұрын 15 жасымызда осы кішкентай ғана мектептің қабырғасынан түлеп ұшқан оқушылармыз. Осы жерде оқыған оқушылардың қатарының бірі ретінде өмірден өтіп кеткен біздің көп ұстаздарымыз, Тастан ағай, Сүндет ағай, кешегі өткен Мизамеддин ағай мен Санагүл апай, басқа да апайларымыздың әруақтары бізді желеп жіберсін, әруақта жатқан жерлері жайлы, топырақтары торқа болсын дегім келеді. Үшіншіден, мына біздің класстастар осындай кездесуге біздің ұйымдастырған биылғы 30 жылдығымыз ары қарай жалғасын тауып, 40 жылдық, 50 жылдыққа басымыз түгел, отбасымыз аман, бәріміздің кездесуімізге Алла тағала жазсын, бәрімізге сәт сапар. Төртіншіден, осы мектепті ұйымдастырып, осындай шара жасап отырған мектеп басшыларына, бүкіл мектеп коллективіне еңбектеріңіз жемісті, дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман. Әрқашанда осы мектептен түлеп ұшырған балапандарыңыз, түлеп ұшырған балаларыңыздың осы ауылдың, мектептің атын шығаратын даңқты, біз алыста жүргенде біздің ауылдың балалары деп мақтанатындай азаматтар өсіріп шығарыңыздар. Бәріңізге де ақ жол, бақытты жол тілейміз. Ал мынау мейрам құтты болсын. Мектепті бітіргенімізге 30 жыл болып қапты. Сен балам бәрі сен жетпеймін. Райхан апайымыздың өміріне тек жақсылық пен бақыт, қуаныш пен табыстар өсірген балапандарының тек амандығы мен жақсылығын көруіне шын жүректен тілейміз. Сіздің оқушыларыңыздың атынан орамал томдырмай жолдатың. Мына ағырма тілейміз. Бүкіл өміріңіз ақ болсын жеңеше әрі апай. Тек бақыт жақсылық тілейміз. Райхан апай, ортаға шығыңыз. Құттықтымыз апай, сізге де барлық еңбектеріңіз жемісті, табысты, қуанышты болсын. Ортаға шығыңыз. Ботагөз апай. Мен енді жаңа ғана қосылып жатырмын да бұл коллективке. Мен жаңа таңертең той жазып келіп ортам. Мияқта подсказканы қабылдап жатқан жағдайымыз бар. Орыншы апай, біздің кезіміздегі келген апайлар ғой. Бұл апайлар жас, бізге енді жаңадан келген апайлар еді. Жолдарыңыз ақ, еңбектеріңіз табысты болсын. Анар апай. Анар апай. Ағайлардан Әбсербек ағай, Исенбаев, Амантай менің әкем, ол кісілер белгілі себептермен келмеді, бірақ өздерінің жолдары әдеттері оқушылардың атынан табыс етіледі. Ауылдың жоқ деп жаңа мектеп салынбақшы, бірақ қандай құрылыс салыну үшін біріншіден жер керек. Сол жердің мәселесіне өзіміз ақылдасып отырып, сонымен шешкенбіз. Оны бір күнде шешеміз, жаңа екен кетіп қалды ғой. Рахмет сіздерге. Осындай кезде қол үшін бергендеріңізге. Келесі жолы 40 жылдыққа мен арнайы қонақ ретінде өзім шақырып өзіңізге. Жаңа мектепте. Жоғары шығыңыздар. Жетейін десем жете алмай, жүрген жоқпын бұл. Періштенің әдемісі, әдемі-ау, сағындым ғой, қайда жүрсің, әдемі-ау, әдемі, сағындым ғой, қайда жүрсің,
Сексенбай Айжамал аткен орындауында ән қабыл алыңыздар. қоймайтын, ертелі-кеш ойын қуып ойнайтын, қайдасыңдар қайран менің достарым, жанарыңда жалын ойнайтын деп ортаға 1991 жылдары бітірген 20 жылдық кездесуге келген қонақтарға
ортаға шақырамыз. Жеңімпаздар ортада. Қыздардың жол жұмысы, қыдыратын керек. Алматыдан келген Мұстафанов астан бұлаш кәмізді. Құрметті ұстаздар мен ата-аналар, бүгінгі тұрып жатқан жас түлектер. Сіздерді бүгінгі бітіріп жатқан соңғы білім күндеріңізбен қоштасыппен құттықтаймын. Ұстаздар, сіздерге айтатыным, осы бізді кішкентай кезімізден есімізді біліп, қолымызға Барлық ұстаздарға денсаулықтарыңыз зор болсын деп жатырмын. Осы жастарымызға ұзақ өмір, денсаулық. Жалғыз осындай қосыламыз. Жақсы тілектерге. Сүймеге, мектептің грантынағанға жақсы тілектерге. Құрметті ата-аналар мен ұстаздар және мектеп бітіріп жатқан түлектер, бүгінгі соңғы қоңырау мерекелеріңіз құтты болсын. Мынау бізді кішкентай күнімізден кішкентай балалар ұстап бізді тәрбиелеген ұстаздарға мың алғыс. Мынау 76 жылғы түлектердің атынан беретін ұстаздарға аз ғана сыйлығымыз бар. Сол ұстаздарды ортаға шақырсақ, Орыншы апай, Ботагөз апай, Құттығыз апай ортаға келсеңіздер. Барлығыңызға бақыт, шаттық тілеп ұстаздарға аз қандай сыйлығымыз табыс етуге рұқсат етіңіздер. Ореге, шақырыңыздар. Мектепке бөлген бір азын-ақ бір 50.000 доллар береді, соны беріп жегенде. Kişilerin suylarını, kurslarlarınız var. Afaylarına. Ama kişilerin mektepke, bizim 76 direktörün altından kişilerin suylarımız mektepimiz kaybetke memleketi de var. Жақшыңыз? Бұйыртып болды. Құрметті бүгінгі мынау ата-аналар дәстүрлі мереке соңғы қоңырау мерекесіне келіп отырған, араға 30 жыл салып, 20 жыл салып, 10 жыл салып келіп отырған мектеп түлектері. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Ал енді мынау 20 жылдық кездесуге келіп отырған мына біздің түлектер, мен сендерді осы 6 жасар кездерінде қабылдаған едім. Бәрің де кішкентай, мына сияқты бүлдіршіндер болатынсыңдар. Енді мінекей өмірде әрқайсыларың орындарың бар, отбасыларың бар, қоғамда белгілі орындарың бар. Сондықтан да не дейміз, әрқашан осындай
биіктерден көрмей беріңдер. Амандықта, есендікте кездесе беріңдер. Ел іргесі тыныш, халқымыз аман. Әрдайым осындай кездесулер жассын. Бақытты болыңдар. Сіз құрметке рахмет айналайын. Biz Orsiqning o'yinine qo'shilamiz. Armandaşlar orunlayın caziger ağzı. Yer qorağan batazdan, mıngırangan güşüdен, oy tebetken güşüdен, okugan jaskarıdен, okursunun bәрінен, yürekтерге маңсады. 10 yıl boyu оққан, ойға білен тоққан, апалар мен ағалар, орындалды ойыңыз, құтты болсын тойыңыз. Үлгілі болып сіздерді, үлкі еміз біздерде, біз де ойшы өнерлі, боламыз үстің шебері, көп екен 4-5-іңіз, өмірді өстіп өтіңіз, талай сыннан өтіңіз, кәмілетке жетіңіз. Қыран болып шыңыз, ұғуға барып пісіңіз, емекте көп қойыныш, елде далай туарыз. Саған намыс күн сайын, кездесің жыл сайын, сіздерге жүрген жүрекпен, айтамыз осы тілекпен. Аманда сәтті жол болсын, сапарыңыз оң болсын. Жақсының жақсы сөзі ісі қалар. Сонша сынып оқушыларын бірінші сыныпқа арнаған сыйлықтарын табыс етуге рұқсат етіңіздер.
Білімді де ожақты болыңдар. Осылай кішкене бүлдіршіндеріңізге бір қошеметтеп қойыңыз. Жақсының жақсы сөзі істі қалар. Бұл мереке күндерің есте қалар деп, мектепте 2001 жыл бітірген 10 жылдық кездесуге келген қонақтарымызды қошеметпен ортаға келіңіздер. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар. Ұстаздар, ауыл ағалары, келіп отқан құрметті қонақтар. Бүгінгі 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесі құтты болсын. Ұстаздардың ұлы мерекесі деп есептеледі. Осы әрдайым рахмет сіздерге ұйымдастыру комитетіне 30 жылдық, 20 жылдық аға әпкелеріміздің біздің басымызды қосып осындай керемет ұйымдастырып жатқандарыңызға, әрдайым жұмыстарыңызға табыс, еңбектеріңізге жеміс болуын тілейміз. Мына жерде бізде алғашқы кітап, әліппе үйреткен апайларымыз Қаншайым апай мен Назипа апай және осы мектептен тілеп ұшырған Ырысты апайымызды ортаға шақырыңыздар. Ал енді осы апайларға кішігірім сыйлығымыз бар еді, рахмет ретінде. Біз енді 10 жыл, құда қаласа 20 жылға келгенде бұдан зор болады енді. Ал енді біз аз құда қаласа көбейе алмай жатырмыз, 20 жылда көбейеміз деп енді ойлаймыз енді. Алдына мектепке атаған бір кішігірім $25,000 бар еді, соны тапсыруға рұқсат етіп мектепке. Ал не дейміз, мынау той болсын. Ұстаздар, бүгінгі мереке құтты болсын. Үшқали ағамызға келіп қазір енді қуанып отырмыз. Бәріміз толқып, жүрегімізбен. Биылғы түлектердің түлеп ұшып жатқаны құтты болсын. Әрқашанда жолдары болсын, армандаған оқуларына түссін. Не дейміз, мектебіміз жайнай берсін ары қарай. Рахмет сіздерге. Бәріңіздің отбасыларыңызға жақсылық тілеймін, денелеріңіз сау болсын. Мынау көмектеріңе рахмет. Бұдан да үлкен істей беріңдер, жұмыстарың алға баса берсін. Тек қана жақсылық тілеймін. Мынау бітіруші түлектер биылға бәріңе сәтті тілеймін, ақ жол тілеймін.
Сізге бақ берген Болат деген ағайларым бір 3 жылда бухгалтер болып жұмыс істеп кеткен болатын. Қазір ауданда материалдық былайша айтқанда 2-ші номер бухгалтер сол бүгінгі мейрамымызды құттықтап арнайы посылка жіберіпті. Яғни екі дене шынықтыру пәні мұғалімі ортаға шықты деген деймін. Қырықбай Алматыдан Сағынбек Бақытжан екеуміз. Екеуіңдер спорттық тауарлар беріп жатыр, сол қабыл алыңыздар. Волейбольный доп, баскетбольный доп, шахмат, теннис, волейбольный сетка, барлық комплекті. Әлі. Құда қаласа, біз сентябрьден бастап, осыны пайдаланып не бастар. Спортты дамытасыздар. Сондай-ақ мынау қазіргі заманауи неге байланысты ақпараттандыру және компьютерлендіруді антивирус кәсіпкерлікке 6000 тұратынды өз атынан беріп жіберіпті. Яғни информатика пәні мұғалімі бар. Жанна қайда? Жанна, Сәрсенбекова. Кетіп қалды ма? Бірақ қабыл ал. Бұл өте таптырмайтындар деген білесің ғой. Ал сіздерге рахмет айта отырып, 30 жылдық түлектерді ішке демалыс үйге шақырамыз. Сіздерге рұқсат, қалғандарымыз кетекпен бола береді ары қарай. Рет-ретмен ішке кіріңіздер сіздер. Жылдағы сынып оқушыларын мектепті бітіріп бара жатқан оқушылардың орнына шақырамыз. Аманат тапсыру құрметін мектеп бітіруші түлек Бауыржанұлы сержант тапсырады. Аманат қабылдап алу құрметі 8-ші сынып үздік оқушысы Амантай Асланға беріледі. Мектеп туын абыроймен алып жүру үшін мектеп туын әрқашан биік ұстауға серт етеміз. Қошеметтеп қойыңыздар. Түлектеріміз үшін соңғы қоңырау соғылады. Осыдан 9 жыл бұрын Қуан Ақұлшынов мектеп есігін ашқан жас бүлдіршіндер едік. Міне қазір осы алтын ұя мектебімізден шыға отырмыз. Осы мектеп қабырғасынан келгенде сіздер қиында құрметті істеріңізден біздерді баурап алдыңыздар. Шәкірттерге білім нұрын құйып, мейіріміңізді төгіп, білім беруден жалықпай жақсы шәкірт өсірдіңіздер. Тәрбиелеген, білім нәрімен сусындаған шәкірттеріңіз әрқашан сіздерді ұятқа қалдырмайды деп сенім білдіремін. Ұлағатты ұстаздар, сіздерге шексіз алғысымызды айтамыз. Ал менің қадірлі де аяулы сыныптастарым, біздерді қызықты да қиын сынақтар күтіп тұр. Осы сынақтардан сүрінбей өтулерге тілектеспін.
Барлығында емтихандарды абыроймен тапсыруларыңа тілектеспін. Ал дүния мектептерін ұмытпаңдар. Өмірде кездесетін қиындықтарды жеңе біліңдер. Отанымызға, халқымызға адал қызмет етіңдер. Сендерге табыс, бақыт тілейміз. Біздің ізбасарларымыз осы мектептің оқушылары. Сіздерге тілеріміз сабақты жақсы оқып, мектеп абыройын әрқашан биік көтеріңіздер. Ұстаздардың мәртебесін жоғары бағалай біліңіздер. Асулардан өтеміз, арманымызға жетеміз. Жақсы жолға нұсқаудан жаса, қамқор ұстазым. Қымбатты мектеп бітіруші түлектер, мектепте 9 жыл ішінде 15 мыңнан аса қоңырау үнін естідіңдер. Оны алғаш қолына гүл алып, мектеп табалдырығын аттағанда естідің. 45 минут бойы өзің сүйіп оқитын сабағың аяқталғанда, ал бүгінгі қоңырау үні ерекше. Ол мектеппен қоштасар соңғы қоңырау. Ол балалық шақтан мектеп белесіне асыратын қоңырау. Құрметті ұстаздар, қонақтар мен оқушылар, 2010-2011 жылғы мектеп түлектері үшін соғылатын соңғы қоңырау рәсімін 9-шы сынып оқушылары Жаңғылда Азамат және де Ділдәбек Шырын орындайды. Бәрісін араластың өмір ауылын, бәрісін қосықтар да қоңыраумын, мәнісін ұғасындар өткен күнің, дауысын естігенде қоңыраудың. Қошеметтеңдер. Сен қайғы ауға ма? Сен ақыр ма кеп қойып па? Енді? Сен қайресің кәз? Сен қақтасың кәз? Үйде? Bir saatten Қоштасада дүния мектебін, маңдайыңнан сүйіп өтер көктемін. Сәт сапар деп қол бұлғаймыз бәріміз, тілейміз біз армандарға жеткенің. Осымен салтанатты соңғы қоңырау жиынын жабық деп жариялай отырып, жазғы демалысты жақсы өткізіп, келесі жаңа оқу жылында амандықпен жолыққанша сау болыңдар. Қонақтар, сіздерге көп рахмет. Yalan. Ya, sen ne? Mümkün geldin gibi uymadın. Hoş. Bari geldi. Hoş ol, benim o sazım.
бізге А деген әріпте шумаламаса да ешқандай болады. Найза апай қайда? Бірінші Найза апай болады. Найза апайдан кейінгі екінші, төртінші классқа дейін біздің одан кейінгі 5 пен 9 жылдар аралығында өзіміздің оқығанымыз кезге дейінгі тәрбиелеп барлық жағымыздан жақсы, жаман жақтарымыз, қиындықтарымыз бәрін жақсы қарай бұрған бұл біздің Айгүл апайымыз. Al maqul жақсы Айгүл апай. Қалған жаңа тілек айтып естімей қалдыңыз. Жансейіт, қайттан. Иә, қайттан. Жансейіт, айтсайын. Бастауыштан берген мұғалімдер сіздерге көп рахмет. Бізге бастауышта А деген әріпті үйреткен. О деген әріп десе жаңа. О деген әріп, яғни көбейте-көйте жерге Гүлағабайға рахмет. Көптеген өнерлі. Мынау тұншығып жүрген Еламан Шамал көтерді әнді болсын. Құттықтарға да көп рахмет. Біз кезінде А болып екі бөлім келе береміз балдар. Сол кезде бізге көп үйрететін. Бөлінбеңдер, қосыңдар, балапты төбелесік. Балапты төбелесік. Бізді біраз афориннан шығармаған Айгүл-апайға да рахмет. Апайды ұшыраса әскері бай Айгүл-апай сіздерге Алланың жаусын. Құдай қаласа бізде 30 жылда кездесе берейік. Сіздерге деген сыныптарым. Бірінші класстан 4 классқа дейін класс жетекшіміз Құлдапай осы біздің бастауышпен қоштасып бәрін жасап беріп отыр. Сол кезге дейін, осы кезге дейін ондай бастауышпен қоштасып әлі болған жоқ біздің мектепте. Мен қазақ тілін апайым Гүлмира апай сіздермен осы жаңа жарыстарға барып маған білім берген үшін көп рахмет. Рахмет. Осы уақытта дейін мектебімізде, яғни ең болған негізінен мен 9-шы сыныптар ең. Ал не деймін, сендер де сол 4-шы сыныпқа дейін салған болатынбыз. Енді алда үлкен міндеттер тұр, алда мақсаттар тұр. Мына мемлекеттік емтиханды жақсы тапсырып, яғни еліміздің болашақ жастар мынау сендерсіңдер. Сондықтан білімдерін ұшқыңдар, қазір қай салада болмасын, білім болса жол ашық. Сондықтан әрдайым жолдарың ашық болсын. Білім, яғни еш уақытта қанаттарың білім жолында талмасын деймін. Тек қана алда. Ал балалар, мен сендерге 5-ші класстан бері қазақ тілден сабақ бердім, білесіңдер. Енді мен бүгін Құда қаласа 5-ші, 6-ші класс, 7-8, бүгін 9-ды бітіріп отырсыңдар. Жылдан жылға қанаттарың қатайып келе жатыр. Әлі алдарында 10-ші класс бар, 11-ші сынып бар, ар жағында ұбыты бар. Балалар, бұның бәрі де сендердің көрген қиыншылықтарың емес, бұл сендердің өмірлеріңнің ең әуелгі қызықшылығы. Ал өмірдің қиындығы әлі алда. Сендердің мақсаттарың, білім алғандағы мақсаттарың өмірдің сол қиындығынан жеңілмей өте білу. Міне сондай алдағы уақыттағы өмірлеріңдегі
сондай бір қиындықтар болмасын, немесе бір жағдайлардан болсын өте білуге мен сендерге тілектестім. Құда қаласа өмірдегі ең жақсы қызықшылықты күндерді көрулеріңді мен тілеймін. Ал мақұл, Құда қаласа енді алдарында емтихан бар.